Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: Раббың тек қана өзіне ғибадат етулерді, ата-анаға жақсылық қылуларды әмір етті. Алланың қалауымен бізге өмір сыйлап, осы жарық дүниеге әкелетін, одан кейін сүйіспеншілікпен тәрбиелеп, ауырған кезімізде бізге мейірімдіктердің төге қамқор болып, кей кездері бізді өздерінен де артық жақсы көретін жандар бұлар ата-анамыз. Көзімізді аша сала көретін ата-анамызға деген сүйіспеншілік әр адамның өміріндегі ең үлкен әрі алғашқы махаббаты. Күнделікті күйбің тірлікпен жүріп, қымбат адамдарымызды ұмытып кетеміз. Ал біздің асыл дініміз болса, туыстық қарым-қатынасын нығайтуға үндейді. Шариғатымызда ата-ананың өз перзентінің алдындағы міндеттері болған секілді, перзенттің де оның жарық дүниеге келуіне себепші болған ата-анасының алдында өзіндік міндеттері бар. Ата-анаға құрмет көрсету парыз әрі шексіз сауап. Сүйікті пайғамбарымызға, ол кісіге Алланың салауаты мен сәлем болсын, тән көркем мінездерінің бірі ата-ананы қадірлеу екен. Қазіргі кезде қоғам арасында кейбір жастардың, әсіресе теріс жолға бет бұрған жастардың намаз оқымайтын ата-анасына дөрекі сөйлеуі, немесе онымен бірге тамақ ішпеуі, немесе алдыңғы өзінің болашақ өміріне ата-анасынсыз, яғни олармен бірге тұрусыз, олардың ақылына жүгінбей, өз болашақтарын таңдап жататындығы өкінішке орай қоғам арасында, жастар арасында кездеседі. Ал осы тұрғысында ардақты пайғамбарымыз не дейді? 3 дұға міндетті түрде қабыл болады. Онда еш күмән жоқ. Зұлымдыққа ұшырағанның дұғасы, жолаушының дұғасы, ата-ананың баласына дұғасы. Алланың разылығы ата-ананың разылығында, Алланың ашуы ата-ананың ашуында дейді пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз мүбәрак хадисінде Алла Тағалаға сендерге аналарыңа құрметсізбен қарауды, қыздарыңды тірідей көмуді, құқықтарды өтемеу мен орынсыз істі орындауды талап етуді, өсекті көп сұрақты дүниені шашуды харам етті дейді пайғамбарымыз өзінің хадис шәріфінде. Ардақты ағайын, құрметті жастар, ата-анамызды бар кезінде бағалайық.